Армысыздар, ассалаумағалейкум, здравствуйте, гуддай, нихау, мараба. Бұл NNN шоу. Біз бастаймыз! Бойдақ емес үйренген, жай блогер емес әнші блогер. Жеңіс емес Жека, дос, бауыр, краш, вайнер. Бүгін бізде қонақта Жека. Бәл-бәлей. Өлмеймін ғой бүгін, Өлмейсің, аман есен кетем ғой, енді үйлендім, брат. Я, ана тірі бір нәрсе, ойбай, жадам, ойбай. Температурам көтеріліп кетті. Достарың лақтырып кеткен кездер болды ма? Мен чемпион мирамын ғой, Пасулифа. Давай. Сілесің брат, сразу. Ассалаумағалейкум. Брат, что позвал. Мынау не деген масштаб, брат, не істеп жатсыңдар сендер? Барлық маса болды әйтеуір. Да. Қалай сен? Мақта керемет. Мен мына жаққа бар ғой, келдім. Бірақ жол бойы ойлап келдім, қорқыныштан істейміз ба, брат, қазір? Бәрі болады енді. Да? Қорқпай шығарсың ештеңеден. Мен қорқам, брат. Өте қатты қорқасың ба? Страшно қорқам мен. Ана қорқудан топ-3 қорқатын адаммын ғой мен. Келіншегінен қорқасың ба? Брат, анау не бар ғой? Неден? Келіншегінен. Келіншегінен, ол генерал ғой дегенсің ғой. Ой, брат, андай шоу бар еді ғой, бүйтіп қолын тығатын коробка. Мен тығамай қойдым ғой соған қолын. Даже тығамадың ба? Да. Тықтым соңында, бірақ енді страшно стресс болды. Бірақ енді бізде шанс бар, мүмкіндік болады қорықпауға. Все. Әрдайым. Тамаша, көп уақытыңды алмаймын. Барлығы күтіп отыр. Жека, барлық Жеканы шақыр қонаққа жазғандар болды. Сондықтан да бұл жерде тек қана шынайы боласың. Қарапайым. Как Жека болды. Жека, бауырым деген болады. Аха. Болды. Ал ендеше бірінші кезең. Жека, мектептен қашқасың ба кішкентай кезінде? Конечно, брат. Ужасно оқығам ғой мен. Қашқасың ба? Қашқам сабақтан. Бүгін сол үшін өкінетін сияқтысың, өйткені қазір мен саған сұрақ қоям. Дұрыс жауап берсең, ештеңе төгілмейді, сынақта болмайды. Егер дұрыс емес жауап берсең енді. Страшно бола ма? Сен қорқады деп естідім, мен білмеймін енді страшно. Не ол, не заттардан Бұл ештеңе жоқ, кәдімгі нормально. Жоқ бола ма? Болмайды көруге. Джиги, не істеп жатсыңдар, Дайынсың ба? Дайын болсаң онда? Бәрін дұрыс жауап берсем не болады сонда? Ештеңе болмайды қайта. Просто молодец дейсің ба маған? Молодец деймін. 1 миллион теңге енді сыйлық көрейік соңына дейін. Нормально ма желание? Мотивация. Болды, миллион теңге. Мотивацию надо поднять. Олай болса, кеттік па? Кеттік. Олай болса кеттік. Мына жерде сендер көрмей тұрсың, миллион адам тұра жатыр. Рахмет. Рахмет. Ережелер түсінікті қоя. Тағы бір түсіндіру дейін, 6 сұрақ қоям. Бір сұраққа дұрыс жауап берсең, 6-10 біреуін таңдайсың, шелектің алдыңа төгетін болам. Шыдау керексің. Егер шыдамасаң, келесі шелек төгеміз. Деп. Сондықтан да егер 6-10 шыдамасаң, 6 шелекті бір сұрақта ашып тастауымыз мүмкін. Қош. Ёпта, біз қазір бір сұраққа прямой дұрыс емес жауап бердім де прямой шелектің бәрін ақ кетейін деп тұр. Көреміз ол жағын. Мына мен бетіме тиеді ғой, родной ананы төксең сен бәрін. Сен бетіңе тиюі мүмкін. Точно. Бастаймыз да? 15 секунд уақыт бар. Брат, ештеңке тістемейді ғой, конкретно. Өлмеймін ғой бүгін, Өлмейсің, аман есен кетем ғой, енді үйлендім, брат. Болды. Давай. Бірінші сұрақ. Бір өзі, бір материкті алып жатқан мемлекетті ата. Бір өзі, бір материкті алып жатқан мемлекет? Не ғой? Америка же, по-моему, это. США. Соңғы жай нақты жауабым ба? Жоқ, қандай еді? Бір өзі, бір материкті алып жатқан ел. Андай өтірік білетін адам сияқты бейт ойланбай қойым, білмей тұрмын жауапты. Білмейсің. Бірақ менің миымда қара. Мен 3 вариантты айтам, сол жерде дұрысы бар ма жоқ па айшын айтсашы. Давай, болды, кет. Біріншісі енді өте примитивный адам ретінде Россия бар басында. Екіншісі, как я помню, вот, брат, география — это самый отвратительный урок. География мен тарих мен 3 алғам екеуінен ғана. Болды. Сонымен жауап екіншісін айт. Енді США, какой, он же делится? Россия, США, давай тездетейік. Россия, США и Африка. Африка. Ал енді сұрақтардың даже үшеуінің ішінде де дұрыс жауап жоқ. Ёп твою налево. Бірінші, екінші қалай? Бұлай санайсың. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы шелектің біреуін таңда. Ар жақта ең шетіндегі шелек. Мына тұрған ғой, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал. Енді бұйырғаннан енді еркектің басына не өтті? Ойланбайсың ба? Көреген не болса да алтауынды ашатын сияқтымыз ғой, брат. Көрейін. Мен төккен кезде 15 секунд шыдайсың, болды. Жоқ, ана арырақ төгінді. Жоқ, арырақ төге ма? Алдыңа мынау. Мен төккен кезде 15 секунд шыдайсың.
егер брат, тоқта, басқа шелек таңдаймын, тоқта. жоқ Басқа шелек таңдаймын. Давай, жоқ. Көрмедім не бар екен, Иә, бірақ давай. анау шелек қорқынышты. дұрыс болды, жақсы атос оңай болып қалды қатты мен әдейі сұрақ қоямын негізі басқа таңдайсың ба деп Ойбай, болмасаң да. температурам көтеріліп кетті. Ана ең оң жағындағысын алшы. Ең оң ең жағын. оң жақ давай ең оң жағындағы бірінші шелек Болды, конкретно. Давай. Болды, төге саш, болды. сұрамақ қойын ба Давай. Бисмиллахиррахманиррахим. Давай. Аррақ төге, брат. Аррақ. иә Нұрда. бір иә болды былай төгемін анда бір екі үш 15 секунд уақыт кетті қимылдамай қалды ғой Нормально. Сен Мыналар отыр. уже қайтыс болып кеткендер ау деймін. Мен соңғы болып кетіп өтсем. О, ағайындар молодцы. Рахмет от души. 15 секунд уже өтіп кеткен сияқты. Уф, дұрыс шелек таңдаған сияқтымын ғой. Родной, маған қарама. Мына қарап жатыр маған. болды уақыт болды ал енді бірінші сынақтан өттің керемет келесі сұрақ 49-дың төбірін тап Жеті. соңғы және нақты жауабың Жеті. 49-дың төбірі 7 дұрыс Уф. кетті ал Ема, математика норма, по Давай, идее. Дискриминатқа Қазақтың- шейін нормально болды да. бәрі болып тұр ма Сосын кетті ғой, короче. қазақтың алғашқы романы және оның авторын ата Брат, болды ғой мына жерден. Болды ма? Таксиге отырып қайттым. Алдиярға звондайыншы. шелектен Звонок другу деген жоқ па? жоқ Маған варианттар айта аласың ба? Просто для прикола. Мақұл ол уже. Енді уже Вариантта? саналмайды. Соған қосып тағы бір-екі вариант айтсашы. негізі қазір өте қатты актуальный болып жүр ол кісі иә алғашқы роман қазір өте даже барлық жерлерде көп айтылып көп обсуждение болып жатыр негізі. Киноға байланысты кісі емес па? білмеймін қазақтың алғашқы романы және оның авторы ата сонымен жауап болды Білмеймін, брат. міржақып дулатов Бір жақ болады. бақытсыз жамал дұрыс таппады онда тез Ох, қай шелек қай шелек? Ортадағы оң жағындағысы. мынау ма Аха. ойбай ай бірінші камераға көрсетсек енді Брат, арырақ төкшден. Болды, арырақ Жақын төк. төк қойдың, родной. бағана жақын төккен жоқпын ғой жерге Жақын төктің, родной. Страшно. дәл ортаға төкем қара Аха, давай. бір екі үш шықпа бір бірінші көзің жүр ойбай, шықсаң қазір кетіп қаласың шықсаң екінші таңдаймыз кетіп көрейікші Нормально. Өзіміздің братчика бар, нормально. уақыт кетті Нұрда, мынаны жақын келіп келе жатырмын. шықпа Мыналар жейтін 15. видеолар бар ғой, по идее. уақыт болды өттің бұл сұрақтан да енді Брат, мынау ең слабый екі зат Слабый, по иә. идее. көреміз ал келесі сұрақ Грэмми премиясын алған қазақ кім А? Грэмми премиясын Кім? Иманбек? соңғы жауап иманбек өте дұрыс жауап иманбек Капец, он в истории, по идее, остался же. әрине Имеке, ассалаумалейкум, брат. келесі сұрақ жер көлемі бойынша 5-ші орындағы мемлекет 5-ші орында кім бар біз 9-ші орындамыз 9-ші орындамыз, иә. Иә. Россия бір дейік. Россия 1 Арасын ары қарай там. Қытай Қытай, Африка бар, США Ал. бар, Канада. Канада емес уақыт келді па? Канада ма? Канада соңғы жауабың Канада дұрыс емес жауап Кім? Бразилия Бразилия. Блин, не сказал Бразилия деп стоп. шелек таңдаймыз Шелек, мына ортадағы мынау шелек. осы ғой иә кеттік ал ойбай ойланбайсың ба Кім? Түріңді үйтпей ақ қойшы, брат, пожалуйста. Қиналдырып жатсың, брат. алдыңа төгем онда ренжімейсің сразу Жоқ, арырақ, брат. ойланбайсың ғой Арырақ. Ойланбағанда. ойланасың ба ойланбайсың ба Жоқ, 6 сұрақ бітсе болды ма? иә Мен уже бір-ақ сұрақ қалды осыдан кейін Бір-ақ сұрақ қалды ма? ойланасың ба ауыстырсаң болады Жоқ, ойланбаймын. Арырақ төкші. ол ортаға төгейін Пожалуйста, брат, арырақ төкші. жай төгем жай дәл араға төгем қара
шықпа. Тоқта. Я ана тірі бір нәрсе. Ойбай, жадам, ойбай. Шықпа. Ауыстырам, брат. Ауыстырам. Я тоқта, жоқ, ладно, төге берейік соны, давай. Давай, кет. Брат, арырақ қойшы. Болды, Брат, өлтірмейді ғой мені. Өлтірмейді, еш зиян жоқ. Абайлан, сыдырып жүрме. Алға. Қорқ кеткен мына төгіліп отыр ғой деп. Тағы. Бит қорыққандар болды ма вообще? Өлмейіп кет, алға. Арырақ, брат, пожалуйста. Шықсаң енді жеке, басқа санаймыз. Давай. 1, 2, 3. Шықпа, қара көзің жұм. Шықтың болмаса, шықпасай, басқа жерек Мен бар. мына жерге жақын қойсаң шығам ғой, брат, мен. Шықпаса енді сен Сәл арырақ қой, шықпаса енді. жылыста саласын есі Шықпа. 1, 2, алға жақында. Оян ғой. Сонша дірілді. Ашин ожиданиядан өліп қалғансың ғой. Анан аяқтары қап-қара болып көрінді, мен паук деп ойладым. Бауырым мен қорқып тастадым десең конкретно. Деп тұр ғой, қарашы. Болды, уақыт бітті. Кеттік онда, келесі соңғы сұрақ. Капец сұрақ қой, примерно. 560.412-ні көбейтеміз 360.32-ге. Натурин ма? Жоқ, ойнадым. Босаға майлау салты қай уақытта жасайды? Қандай? Босаға майлау салты қай уақытта жасайды? Келін ақ келгенде ма? Толығырақ. Жаңа әйел келген кезде үйге, ну, когда женится. Соңғы жауабың ба? Иә. Ерекшелік таңдайсың ба? Соңғы жауап. Соңғы жауап? Босаға майлау салты қай уақытта жасайды? Дұрыс. Жас отау құрылғанда берекелі болсын деп үлкендер жасайтын сал. Там тараздыкымыз ғой, родной бүкіл салт дәстүр деп. Бірақ, Кет, давай, брат, для прикола. для прикол, давай, кеттік. Кет, давай, үш шелек. Жекаға прикол керек. Давай, мен шыдай аламын ба, шыдаймаймын ба, білмеймін, бірақ көрейік. Давай, таңда. Ең соңғысын көрейік. Бағана ойлап қалғаның ба? Иә, бірақ алысырақ төгші, брат, мына бонус бар алсырақ ғой. төгем. Алсырақ төгем, кеттік ал. Мына жерге төгем. Ёп, твою мать! Мен нан бірінші таңдағанда болды ғой, брат, родной нан қарасай. Мен осыдан қорқып келдім. Нормально. Там фобияны жеңші. брат, жағын. Тиспеймін, фобияны жеңші сәл жақындап. Брат, ойлашы, тырысып қалған ғой, денем бәрі тырысып қалған. Алыстан қашып отырсың ба? Офигеть, брат, но еще бізге қарай келе тұр қарашы. Нормально. Ты дұрыс денең бәрі кәдімгі. Болды, нормально, міне. Брат! Ойбай, ёп, твой мать, нақты там біреусі тұр ғой. Рахмет, онда келесі кезеңге өтейік бұйырса. Келесі кезеңге өтеміз достар. Тоқтал, бітпеді ғой, я. Екінші кезең енді болады. Кезең бастамай жатып қобалжыдым дедің. Қалай? Не үшін қобалжып отырсың? Жоқ, қызық екен на. На кісінің маскасынан қобалжисың ғой. Бұндай бірінші рет па? Иә, бірінші. Енді бұл не екенін білесің. Өтірік айтуға болмайды, тек қана шындық. Көрейік енді. Дайын болсаң, бастаймыз. Давай. Бірінші сұрақ. Той өз-өзін ақтайды деп ойладың ба? Иә. Үстінен ұстаймын деп ойладым, родной. Бірақ қадап қалды ғой. Айта бер. Болашақта арық жеканы көріп қалуымыз мүмкін бе? Иә, құдай қаласа. Сондай цель бар. Я жоқ деп барынша жауап бер. Енді қызық қылып жауап берейік кішкене. Иә ғой. Айт, сосын да білсін да. Иә. Иә, болды. Сені тез ренжіп қалады дейді, рас па? Жоқ. Тез ренжімеймін. Бекзада тамақты дәмді дайындай ма? Иә. Өте дәмді дайындайды. Иә, дәмді дайындайды. Достарың лақтырып кеткен кездер болды ма? Иә. Болды. Суретке түспей фанаттарыңды бетін қайтарған кезің болды ма? Иә. Қай кезде, мысалы, қандай кезде болады? Бір жаққа кипиш съемка болған кезде қоя тұршы дейсің, сосын жаңағы мас адамдар жақындаса ғой негізі. Қатты жақындайды. Че-то мен, салам алейкум деп жақындаған кезде уже давайте потом. Өзіңді әншімін деп санайсың ба? Жоқ. Маркетологпын ғой мен, брат. Даже біздің өлеңдерді сатуға болады деген әңгіме ғой, короче. Сын қабылдай аласың ба? Сын, хейт,
айтады. Смотри, о ком, видишь, о себе спокойно. Но если говорят про жену, там, маму задевать тяжело. Себе спокойно. Бартерге суши жедің ба? Иә, бәрін жедім ғой. Не бар, бәрін жедік қой, брат. Бірінші курс сонымен өмір сүрдік қой. Сен мүлде жақтыртпайтын блогерлер бар ма? Мүлде ма, прям вообще. Былай ойлансам, миыма келіп атқан жоқ. Былай нерв кететін адамдар бар шығар. Бар ғой негізі, иә? Больше жоқ, чем я, брат. Я не знаю, не вспомнил прям кого-то. Давай жоқ. Жоқ. Жұрттардың пікірі саған маңызды ма? Комментарийдің пікірі мысалы. Жаңадан бірдеңке бастасаң, иә. Жарнамаларға фильтр жасайсың ба? Иә. Хайп үшін бәріне дайынсың ба? Жоқ. Жоқ, брат. Вообще жоқ. Саған жазған қыздардың аккаунтына кіріп қарайсың ба? Аха. Саған жазған қыздардың аккаунтына кіріп қарайсың ба? Қазір жоқ. Қазір жоқ. Әйелім жоқ кезде, когда до отношений с женой, конечно, когда был в поиске, тогда да. Но сейчас нет. Қазір өз салмағынан ұяласың ба? Иә. Осымен сұрақтар аяқталды. Қазір профессор мырзаның қанша пайыз шындық айтқанын білетін боламыз. Қанша пайыз өтірік айтқанын білетін боламыз. Ну, мне кажется, есть где я колебался. Нету прям где я соврал. Но ведь деп қалған моменттер болды. Құрметті көрермен, профессор мырза жауабын айтқанша сізде жазып өтсеңіздер комментарийға. Қанша пайыз шындық айтты, қанша пайыз өтірік айтты. Сонымен профессор мырзаның айтуы бойынша 20% өтірік айтылған. 80% шындық. Өзің келісесің ба? Келсем, иә. Керек жерде ойланып қалған кездер болды, айтпай қойған Ну, кездер нерв кететін блогер бар. Стопудово. болды. Қай сұраққа? Үшінші сұраққа дейді. Сен тез ренжіп қаласың ба деген, өте жоқ деп айттың. Сен негізі иә дейді. Значит, я все-таки не уверен в том, что... Ну, все равно это правда субъективно. Насколько я говорю правду. Значит, обижаюсь быстро. Ja, ренжіп қаладым. Блогерлер жайлы. Сол кезде қобалжыды дейді, ойланды дейді. Все-таки нерв кететін блогер бар, иә? Бар. Осымен екінші кезең аяқталды. Сізге рахмет, профессор мырза. Қалай? Уайымдадың ба? Иә, кәдімгідей уайымдайды екенсіз. Үшінші кезеңде менің және қонақтың алдында ішінде 1 миллион теңге жасырылған екі чемодан тұрады. Кезең басында қонақ екеуміз сулифа арқылы кім бастайтын шешетін боламыз. Жеңген адам чемоданды ашып көру немесе чемоданды таңдау құқығына ие болады. Екі нұсқаның бірін таңдап, ол өз чемоданын ашып көруді шешсе, келесі адам екі чемоданның біреуін таңдайды. Егер ол қай чемоданда миллион теңге бар екенін таңдау арқылы тапса, ақшаны өзімен алып кетеді. Ал егер оның таңдаған чемоданы бос болып шықса, ақшасыз қалады. Ал Жека, үшінші кезеңде сен сыйлық алып кете аласың. Түртпейміз. Ну, let's go. Ой, сулифа алайсың ба? Давай. Мен чемпион мирамын ғой по сулифа. Давай. Бір ғана шанс. 2, 3, сулифа. Ана, что там, baby girl? What's your name? Ашып көресің ба, или таңдайсың ба? Давай мен лучше таңдап көрейін, мынаны аш сен. Мен ашам. Иә. Вот мен сұрақ қоямын саған. Алдыма тұр. Аха. Удовлет. Мен қазір саған көп сұрақ қоймай. Бір сұрақ қойасың, сразу Бір таңдайсың сұрақ ба? қоям, иә. Бір сұрақ қоям. Өтіген мен саған адам ретінде сенемін. Мен білем сен мынау ақшаға ты не жадничаешь. Я знаю, для тебя это небольшие суммы, разве? Ну, мы приехали, я вот маму привез с собой. Да, бәріміз бірге келдік. Я думаю, для тебя не будет сложно ответить мне честно. В этом чемодане есть деньги? Иә. Бар ма? Аман қоспаймыз бірақ. Мынанысың что десең. Так, смотри. Тағы да сұрақ қойсам болады. Так, хорошо. Почему ты меня обманываешь, брат? Зачем өтірік айтып тұрсың? Мен саған шындық айтып тұрмын. Жоқ, брат, көзінен көрініп тұр ғой, жегізіп жатқан сразу. Ну, как оно есть? Мейлі енді маған қонаққа келіп тұр, аласасын деп неге айтпайсың? Вот. Жоқ, негізі менің мақсатым көптеген қонақтар келіп жатыр. Қаншама ақша кетіп жатыр көріп тұрсың.
тағы да қайталап өтейін. Қайталап өтейін тағы да. Саған да қайталап өтейін. Мақсатым ақшаны бермеу. Бірақ сұраққа шын өтірік жауап беретінім, ол беймәлім нәрсе ғой енді. Мен құлағыңдағы ақша сөйлей ма дейді қара. Нұрдәулет. Давай. Неге Соңғы өтесің? бір сұрақ қой. Ага. Егер де мен миллионды тапсам, как ты думаешь, что я с ними буду делать? Бекзадаға не апарады? Подарка апарасың. Мамаңа подарка То апарасың. есть я улучшу отношения со своей женой. Бір, да? Какая ценность? Вторая. Мен мамаға подарка аламын. Еще, да, ценность? И давай еще асарумеге ақша лақтырамыз еще. Вот 3 великие ценности, которые есть, да? И еще своим кентам, друзьям стол накрою. Вот, брат, прикинь, я улучшу отношения с женой, с мамой, с друзьями и еще с Богом. Я карму еще улучшу. Вот такой шанс есть. И вот из-за этого всего, брат, я у тебя спрашиваю, я хочу честно узнать, брат, в этом чемодане есть деньги или нет? Сен төрт нәрсе айттың да, мен жауап бермей-ақ қояйын. Сразу таңда. Нормально? Нет, брат, мне нужно ответ. Сұраққа жауап бере алмаймын. Скажи мне, брат, смотри, благие цели, в этом чемодане есть деньги или нет? Ақша бар. Ұстама, ұстама. Хорошо, я доверюсь тебе, я выбираю этот чемодан. Нахуй такие. Соңғы жауабың. Да, я выбираю твой чемодан, я верю тебе. Ал құрметті достар, ойланбайды. Жека ойланбайым дейді. Негізі тағы да ойланам десең, возможность бар. Жоқ, жоқ. Бірінші чемодан немесе екінші чемодан. Мен айтатынымды айттым, енді өзіңіз көресіз. Онда надо ақша жоқ. Серьезно? В смысле, я выбрал, все, ты сейчас Жоқ. говоришь правду. Мен шындық айтып отырсың брат. Я. Ақша жоқ бұда. Не, я выбираю этот уже. Ойланбайсың. Да, ладно. Мен айттым, ренжіш болмасын әйтеуір. Соңғы шешімі, қазір мен артқа қараймын. Екі чемодан біреуін ашасың. Қайсысы ашасың білмеймін мен, мен артқа қарап тұра берейін. Хорошо? Өзің ойлан, тек қана біреуін ашасың, үшкейін санаймын. Все, өзім таңдаймын. Мен әзірге бүйтіп тұрып ойланшы бір жақсылап. Бұл керек шығар. Мен артқа қарап тұра беремін. Ереше, 5-тен бастап төменге қарай санаймын. 5, 4, 3, 2, 1. Чемодан ашылсын. Брат, Мен алману. шындық айттым. Я базар жоқ. Все, мен енді 1 миллион алып кетемін ғой, құдай қаласа. Аша басал. Ага. Все, 1 миллионды алып кетемін. Все, это лям тенге, правильно? И я вот как обещал, я так и сделаю. Куплю жене подарок, маме подарок, асаруме закину и пацанам хавчик накрою. Все? Ортаға шығып кет. Ой, во. Рах көзі өзгеріп кәдімгідей қуанып. Рэпер болып жүремін ғой, короче. Чё там? Салам алейкум. Ал Жека қалай көңіл күй? Брат, это очень приятные съемки, я скажу так. Не, на самом деле, брат, көңіл күй керемет. Өткені Қазақстанда өзіміздің балдар, өзіміздің ағайындар бірге күніге өсіп жүрген, көріп жүрген. Я помню, как ты только зашел на этот рынок, я смотрел за тобой, и я рад, что это дошло до таких вот масштабов. Это значит, что наша молодежь, наши ровесники, мы все можем менять Казахстан. Если сейчас это такой масштаб, к 40 годам, это будут города, аулы, страна, которую мы будем менять и улучшать. Әрине. Менің де бір арманым осы. Жека, көп рахмет саған. Оқырмандарға кішігірім бір ауыз сөз. Құрметті оқырмандар, біздің жасаған дүниемізде жаманшылық іздемей, бізге қолдау көрсетсеңіздер, біз бетіміздегі ыржиған күлкіміз кетпей, кайфпен контент жасаушы едік сіздер үшін. Сіздердің қолдағандарыңыз үшін рахмет. Барлықтарыңызға сау, ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен бірге болған қарапайым қазақ және қарапайым Жека. Келесі қонақ кім болған қалайсыздар? Комментарийға жазып өтіңіздер. Бұл NNN шоу. Келесі кездескенше сау, саламатта. Рахмет, что позвал.